амастар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Лақтырылған тастың бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд, 0,15 секундтан кейін оның жылдамдығы 7 метр секундқа дейін жетеді. Ол бастапқы деңгейден қандай h максимал биіктікке көтеріледі? Балалар, бұл көзжекке бұрыш сай лақтырған дене бір мезетте екі қозғалысқа қатысады. Яғни ой кісісінде дүзістікті бір қалыпты қозғалысқа, ал ой күркесінде дүзістікті бір қалыпты кеммелі қозғалысқа, анық төсіне дейін. Одан кейін үдемелі қозғалысқа. Себебі балалар, ой кісісінде оған әсер ететін ешқандай күш жоқ, егер ауаның кедергісін ескермесек. Яғни денеге күш әсер етпесе, немесе әсер ететін күштерді шамасын өлгетен болса, дене өз жылдамдығын сақтайды. Сондықтан бұл тәуелсіздік, қозғалыстың тәуелсіздік принципі деп атайды. сондықтан ой кісісіне дүзістікті бір қалыпты қозғалыстың теңдеуін жазайық. Ой кісісіне ел тең болады v нулевой x көбейтілген t. Яғни Ньютон бірінші заңы бойынша, Ньютонның бірінші заңы бойынша ой күркесінде, яғни кеммелі қозғалыс жасайды, анық нүктесіне дейін көтерілгенде. Сондықтан h тең болады v нулевой y t минус gt квадрат бөлінген 2 деп жазып қояйық балалар. Бұл Ньютон екінші заңы бойынша екінші заңы бойынша. Себебі бұл жерде ауырлық күш әсер етіп тұр. Y күркесінде сонда ауырлық күш әсер еткендіктен ол үдемелі қозғалыс жасайды. Енді біз балалар, бұл жерде v нулевой x пен v нулевой y жоқ болып тұр. Мына жерде тік бұрыш, үш бұрышты қарастыратын болсақ, бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенуза қатынасы косинус альфаны береді. Яғни v нулевой x-ның v нулевой қатынасы косинус альфа, ал бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенуза қатынасы синус альфа. Немесе v нулевой y-тің v нулевой қатынасы синус альфа. Осыны жазайық енді. v нулевой x-тің v нулевой қатынасы бізде косинус альфаны берді. v нулевой x тауып алайық. v нулевой x тең болады v нулевой көтілген косинус альфа. Керісінше v нулевой y-тің v нулевой қатынасы синус альфа. Осыдан v нулевой y тауып алайық балалар. v нулевой y тең болады v нулевой көтілген синус альфа. Орнына қояйық. Сонымен ел тең болады v нулевой косинус альфа көтілген t болды. h тең болады v нулевой синус альфа t минус gt квадрат бөлінген 2. Соңғы жылдамдықтың формуласын жазайық. Үдемелі қозғалыстан v y тең болады v нулевой синус альфа минус gt көтерілді деп жазып қояйық. Қазір түсіндіреміз балалар. Енді балалар, мына сұлбамен тағы жұмыс істейік. Одан а нүктесіне келгенде дене бұл жерде соңғы көтерілу жылдамдығы нөлге тең. Өйткені ары қарата көтерілмейді, көтерілмесе көтерілу жылдамдығы нөлге тең. Яғни бұл жерде а нүктесінде жазып қояйық. А нүктесінде v y тең 0. Яғни 9-шы формуланы былай жазайық балалар. v нулевой синус альфа минус gt міне осы жерден ең максимум көтерілу уақыты кетеді. 0 болады. Енді осы жерден балалар көтерілу уақытын есептеп тауып алайық. v нулевой синус альфа бөлінген g болды. Мына біздің 10-шы формула болсын, мына біздің 11-ші формула болсын. Енді осы көтерілу уақытын балалар 8-ге қояйық. Сонда 11-ді 8-ге қоямыз. Бұл жерде сонда h-ымыз h максимум болып кетеді. Сонда h тең болады h максимум ең жоғары көтерілу биіктігін анықтап екенбіз 12. Сонымен h максимум тең болады v нулевой синус альфа көбейтілген v нулевой синус альфа бөлінген g минус g бөлінген 2 v нулевой квадрат. Квадраттап жаздырмыз балалар. Синус квадрат альфа бөлінген g-ның квадраты. Квадрат пен квадрат қысқарады. Енді ықшамдап жазайық. h максимум тең болады v нулевой квадрат синус квадрат альфа
бөлінген ж минус в нулевой квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2 ж бүтіннен жартыны алсақ жарты қалады, балалар, сонымен 2 ж в нулевой квадрат синус квадрат альфа. Яғни басымен аяғын біріктіріп бір жазып жіберейік. Сонымен h максимум тең болады в нулевой квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2 ж болды. Яғни балалар, біз ең жоғары максимал көтерілу биіктігін табайық десек, бізге көкжиекке бұрышты айлықтырған дененің бұрышы жоқ екен. Сондықтан біз жәнеге көтерілу биіктігінің формуласын жазайық. Қайтадан h тең болады в нулевой синус альфа т минус жт квадрат бөлінген 2 16. Енді осы жерден балалар в нулевой синус альфа т-ны таба салайық. В нулевой синус альфа т тең болады h қосу жт квадрат бөлінген 2. Не жерде ортақ бөлім келтіріп жіберейік. Есептенге оңай болу үшін 2h плюс жт квадрат. Бұл біздің 17. Осы жерден синус альфаны таба салайық, балалар. Синус альфа тең болады 2h плюс жт квадрат бөлінген 2 в нулевой т. 18 теңдеуді қарасақ, балалар, бәрі бар, h жоқ екен. 0,15 секундтағы көтерілу биіктігі жоқ екен. Енді ол үшін тағы да сұлбамен жұмыс істейік, балалар. Сұлбаны салып қойғанымыз қандай жақсы болды. Дене бастапқы O нүктесінде дененің толық механикалық энергиясы тек қана кинетикалық энергия тең. Өйткені көтерілу биіктігі жоқ. Ал С нүктесіне жеткен кезде ол потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысына тең. Энергия сақталып заңы. Энергия жоғалмайды, жоқтан пайда болмайды. Энергия бір түрден екінші түрге айналады. Сонымен Е в нулевой квадрат бөлінген 2 тең болады mgh плюс v квадрат бөлінген 2. Массаларын қысқартып жіберейік. Енді өзімізге таныс формуланы бірден жазсалайық, балалар. H тең болады в нулевой квадрат минус v квадрат бөлінген 2ж. 20 формула. Енді осыдан 20 формуладан, балалар, биіктік бірден тауып алайықшы, балалар. 10 квадраты 100, 7 квадраты 49, метр квадрат секунд квадрат 2 көзілген 10 метр секунд квадрат. Метр квадратпен қысқарсын, метр қалды. Жуық шамамен 2,16 метр болды. Мұны h тауып алдық, балалар. H тең болады 2,16 метр болды. Енді синус альфаны есептеп шығарайық, балалар. Синус альфа тең болады 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2,16 2 көбейтілген 2,16 метр қосу 10 метр секунд квадрат көбейтілген 0,15 квадрат 0,25 секунд квадрат бөлінген 2 көбейтілген 10 метр секунд көбейтілген 0,15 секунд. Секунд пен секунд қысқарсын. Секунд квадрат пен секунд квадрат қысқарсын. Метр жақшан сыртына шығарып, метрмен қысқарсын. Сонда нарда 0,25 2,15 5,12 оны нарда 10-ға бөлеміз. 2,077 шықты. Сонымен синус альфам 0,77 шықты. Енді орнына қоя саламыз, балалар. H максимум в нулевой квадрат синус квадрат альфа 100 метр квадрат секунд квадрат көбейтілген синус квадрат альфа 0,77-нің квадраты бөлінген 2ж. Бөлінген 2ж көбейтілген 2 10 метр секунд квадрат. Метрмен метрді секунд квадрат қысқартамыз. 100-ді 20-ға бөлсек 5, 5-ін 0,177-ге 2 рет көбейтіп жібереміз. Ешқандай қиындық жоқ екен, балалар.
5 көбейту 0. 2,9 жуық шамамен 3 метр деп алсақ бұлар. 3 метр. Сонымен ең жоғары көтерілу биіктігі біздің 3 метр болды. Егер бізде 0,15 секундта бастапқы жылдамдығы 10 метр секундтан 7 метр секундқа дейін азайса, яғни біздің максимум көтерілу биіктігіміз сонда 3 метр екен. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.